Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу бұл ерлер арасында 135 фунт салмаққа дейінгі өтетін кездесу. Бұрынғы топ 15-те болған UFC-де тәжірибесі өте көп американдық Рикки Симон мен оның қарсыласы Ұлыбритания мен Ауғанстан атынан қатар өнер көрсететін Джавед Башарат арасында өтетін керемет кездесу. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік Ауғанстанның өкілі Джавед Башаратты фаворит ретінде көріп отыр. Өйткені Джавед Башараттың жалпы тік тұрып соғысу мен джиу-джитсу стилі, сонымен қатар күрес стилінің де өте жоғары екендігін атап өтуіміз керек. Сонымен қатар американдық Рикки Симонның да өте тәжірибелі жауынгер екенін атап өтейік. Өйткені бұл жауынгердің жалпы нокаут пен сабмишнмен жеңген жеңістері көп екенін атап өтуіміз керек. Осыған қарабақ Рикки Симонның күрес стилі, джиу-джитсу стилі, сонымен қатар тік тұрып соғысу стилінің де Джавед Башараттан кем емес екендігін байқауға болады. Менің ойымша бұл кездесуде Рикки Симон өзінің жеңіс жолына қайта оралуы тиіс. Менің ойымша Рикки Симон Джавед Башаратты төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін, достар.